Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Менің атым Қайрат Медиев. Мен 1987 жылы әскерге шақырылып, Совет әскерінің құрамында Ауғанстандағы азаматтық соғыста болдым. Мен Кундуз провинциясында 149-шы мотострелковый полкта служить еттім. Бірақ 3-ші батальон 7-8-ші рота Бағланда тұрды. Біз 7-ші рота Южный Бағланда тұрдық, 8-ші рота Северный Бағланда тұрды. Сол басында мен Сахарный заводта болдым, бірінші точкада Южный Бағланда, сосын 7-ші улицада болдым, ол 4-ші точка. Біздің жаңағы тұрған жеріміз Зеленка, орман, сол орманның ішінде жаңағы жол өтеді. Сол жолдың бойына 7 точка заставы қойып тастаған, әрқайсында 20 баладан шамамен. Осылай 7-ші рота сол жолды күзетуден болдық. Жолды күзетеміз, жолдан өткен машиналарға, колонналарға қауіпсіздік көрсетеміз. Біздің міне басты мақсатымыз сол, ауған халқына көмектесу және өзіміздің колонналарды өткізу. Кез келген соғыс өзі артынан бір іздерін қалдырады екен. Мысалы 41-45 соғыстан кейін сол соғыс болған жерлерде могила неизвестного солдата дегендер болушы еді ғой. Ауған соғысынан кейін де сондайлар пайда болды. Кім ойлапты? Ауған соғысынан кейін осындай белгісіз солдаттардың мәйіттері болады деген. Бұл қалай болды? Ауғанстанда жаңағы қайтыс болған балаларды жаңағы темір гробқа салады ғой жаңағы. Сол кезде әртүрлі жағдай болады енді. Кейбіреуінің түрін танымай қалады соғыстан кейін. Сөйтіп жаңағыны ауыстырып сала береді екен. Сөйтіп бірнеше жерде жаңағы ата-аналары соны қайта қазып, жаңағы сараптама жасатып, тексерген кезде ДНК барлығымен тексергенде бұның баласы болмай шыққан. Міне осындай бір бейт Алматы қаласында бар. Алматы қаласында Райымбек даңғылында Райымбек батырдың бейті тұр ғой. Түйесімен соған қарама-қарсы төмен жағында бейттер ғой. Сол бейттердің ішінде кіргенде тура кірген жерде сол жағында бір бейт тұр. Міне осы бейт тұр. Бұл қалай болған? Бір соғыста 26 бала қайтыс болады. Көбісінің түрін танымай қалады. Кім екенін соғыстан кейін. Қатты соғыс болған кезде сол көбісін танымай қалады адамдар. Сөйтеді жаңағы мәйіттерді жаңағы қалай болса солай сала салады. Сөйтіп жібереді. Сөйтіп мына Алматыға бір орыс баланың мәйіті келеді осы темір табытпен. Жерленгеннен кейін біраз уақыт өткеннен кейін әке шешесі осыны табытта менің балам ба жоқ па деп жаңағындай тексеруге талап қояды. Сөйтіп оны жаңағындай медициналық сараптама жасаған кезде бұл орыс емес, азиат болып шығады, бұның ішінде жатқан бала. Сөйтіп өстіп жаңағы белгісіз солдаттың мәйіті болып қалды. Могила неизвестного солдата болып жаңа жазылып тұр орысша. Сол белгісіз Ауғанстанда қайтыс болған солдаттың мәйіті осылай қалды. Осындай мәйіт жаңағы белгісіз солдаттың мәйіттері жалғыз осы Алматыда емес, тағы біраз жерлерде табылған екен кейін. Осындай жағдайлар болған екен. Ата-аналары тексеріп, сөйтсе ол жерде оның баласы болмай шыққан. Міне осындай жағдайлар бар. Енді бұл соғысты кейбіреулері маған сұрақ қойып жатады. Осы неде ютубта не үшін жаңағы не үшін кіргізді әскерді деп. Енді бұны мен айта алмаймын, не үшін кіргізгенін тура. Бұл ол кезде сондай заман болды, сондай талап болған шығар мүмкін, саясат сондай болды. Оны Брежневтер шешті, олар ешқандай халықпен ақылдасқан жоқ, солай шешті, солай кіргізді. Әр заманда сондай жағдайлар болады. Мысалы кейін Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алғаннан кейін Тәжікстанға жіберді әскерді, Иракқа жіберді, тағы біраз жерлерге жіберді. Кейін оны айтуы мүмкін, не үшін жіберді деп. Сондай саясат, сондай бір заманды болады. Енді міне ауғандықтардың не айтып жатқанын өздерін тыңдап көріңіздер мына жерде. Тогда религиозные лидеры говорили нам, что мы должны вести джихад против СССР. Но сейчас, оглядываясь назад, мы понимаем, что это было большой ошибкой. Потому что Афганистан не был для них целью. Они хотели пройти дальше.
Они были хорошими людьми и сделали много хорошего для Афганистана. И если сравнивать тогда и сейчас, советское время было самым лучшим. Россия пришла для того, чтобы, обосновавшись в Афганистане, контролировать выход на Персидский залив. Они пришли, опасаясь, что их место в Афганистане займут европейские страны. Русские не сами придумали прийти в Афганистан. Они пришли по просьбе наших властей. Войну начали не они. Гражданская война уже шла. Косвенно против СССР воевала и Америка, и другие страны. Интересно, но в Кабуле есть несколько микрорайонов, которые построены еще в советское время советскими строителями. Это первый микрорайон, так называемый, построенным Советским Союзом в 60-е годы. И это просто вот эти кварталы серых пятиэтажек, абсолютно как где-нибудь в российском маленьком городе, как у меня в Минске. Они так и называются, микрорайоны. Первый, второй, третий, все. Четвертый, 4 их, да? Вот. Енді мен өзіммен бірге жаңағы қазақ балалар болды ма деп, Қарақалпақстанның балалары болды ма деп сондай сұрақ қойып менен сұрап жатады. Мен болған балалардың аттарын айта кетірейін, қай жерден болған. Я Қарақалпақстанның балалары болды, қазақ балалар. Біреуінің атын айттым, Боря деген. Тағы да болды, бірақ енді аттар есімде жоқ. Менімен болған балалар Ашканов Сейсенбай деген бала болды, Омбыдан, қазақ. Мына Семейден фамилияларын ұмытып қалдым, Асқар деген және Қайрат деген бала болды менімен бірге, жаңағы бірінші точкада. Сосын 6-шы точкада фамилиясын қазір есімде точно жоқ, Ысқақов қойдым, Ысқақов Қайрат деген болды, Қызылордадан. Тағы да бір бала болды, Семейден Болат деген, ол центральный штабта болды. Сол центральный штабтың бер жағында бір точкада Төлеп бергені Болат деген болды. Менің призывым, бірге екеуміз бардық Ауғанстанға. Сол центральный штабта тағы Ерғали деген жігіт болды, Тараздан, Жамбылдан, Қараталдан ба, сол жақтан болу керек, жаңа Болат екеуі жақын жерден қойдым. Тимур деген бала болды, неден, Павлодардан. Сосын сол жерде Мұрат деген бір бала болды, Қостанайдікі. Кішкене орысша сөйлейтін. Тағы да кім болды? Енді ең төменгі призыв болған қазақ балаларының осы Болат екеуміз. Бізден кейінгі келген жастар, жас уже призывтар, олардың ішінде қазақ болған жоқ. Мыналардың бәрі бізден жарты жыл, бір жыл көп Ауғанстанда болған балалар. Осылай болды. Басқа қырғыз балалар болды, Оштан бір Бақыт деген бала болды бізден. Өзбек, жаңағы литовец болды, армян болды, Қахол болды, Азербайжан болды, өзбек өте көп болды, түркмен болды, таджик болды, бәр ұлттар болды. Енді осы жерде тағы бір айта кетермін. Ауғанстан жөнінде айтатын болсақ, саперлар жөнінде айтқым келіп отыр. Бізде центральный бағланда штабта саперлар болды, полкта да болды, жалпы саперлар көп жерде болды ғой, бәр жерде болды. Бәр жерде болды саперлар, иә. Саперлардың жұмысы өте ауыр, өте қауіпті. Таңертең ерте шығады, бәр жерде жол тексеріп шығады, мина жоқ па. Мина деген өте көп қойылған. Соларды миналарды тазалайды. Ол миналар жаңағы, егер оны былай қарай 5 рет бұрайтын болса, келесі жылғыр басқа қып шығарады. Керісінше мына жағына бұрау керек 5 рет дей ма, сондай өте өзгертіп отырады. Бүкіл нелерін өзгертіп отырады жаңағы, қалай шешу керек екен минаны. Сондықтан саперлар деген жас балалар ғой, 19-дағы, 20-дағы, 18 жасында әскерге шақырылады. Сол сапер балалар өте енді қиын жұмыстар. Көбісі жаңағы минаға түседі, өздері түсіп қалатын, минаға аяқтарын жұлып кетеді. Енді анау мина деген, минаға БМП түскен кезде БМП-ның асын тесіп жібереді темірді мина. Адам түссе не болады? Қанша адам сол минадан өлді, қолым жұлып кетеді, аяғым жұлып кетеді. Өте қиын. Сосын мен бір көргенім иттермен жүреді екен. Мына иттер қалай жақсы табама десем, я дейді, бір жылдай жақсы табады дейді. Бір жылдан кейін таба алмай қалады дейді, өздері минаға түседі дейді. Аяқтарын жұлып кетеді, өте өліп қалады дейді. Немесе жаңағы бір жылдан кейін аяқтарын жұлып кетсе, тірі қалса да Союзға жібереміз дейді олар дейді. Дембіл болады дейді олар. Енді ары қарай мина таппайды дейді. Жаңадан әкеледі дейді сосын иттерді. Сондықтан иттер де өте көп көмек берді бізге жаңағы мина іздеуге. Енді мынау Ауғанстанда осы әңгімелерімді естіп, сіздер енді жалпы соғыс деген не екенін жалпы былай картинасын түсінген шығарсыз деп ойлаймын.
мен бұны айтамын деп, осыны жаздырамын, түсіремін деп ой болған жоқ еді. Осылай байқаусыз да бәрі осылай аузымнан осылай ойламаған жағдай болды, осылай айтып кеттім бірден. Енді айтқаннан кейін сол барлығын айтып шықтым деп ойлаймын. Өзі басымнан өткен көп заттарды енді шын айтамын, ұмытып қалған жерлері бар. Келешекте мүмкін тағы басқа балалардың да жағдайларын бастан өткен айтармыз. Егер жаңағыдай айтамын деген өздерінің ниеттері болса, мен барып түсіріп жаңағы осылай айтып халыққа жеткізуге болады өз бастарынан өткендерін. Өйткені мен өзім көп жігіттердің жаңағы бастан өткендерін тыңдағам, неше түрлі жағдай болған. Оларды айта берсе өте қызық. Мүмкін келешекте тағы да сондай әңгімелер болады Ауғанстан жөнінде, қалай болғанын. Енді келген кезде мен біраз уақыт менің басым істемей жүрді. Көп аттарды ұмытып қалыппын. Достарымның, жақындардың аттарын ұмытып қалыппын. Неге екенін білмеймін. Сосын ақша санай алмаймын. Санайым десем миым істемейді. Қабылдамайды. 3 сомды 3 сомға қосса қанша болады? 6 сом болады ғой. Соны мен миым істемейді. Санай алмаймын. Сондай біраз қызықтары болды. Оны біреуге даже айтуға ұялатынмын. Сенің атыңды ұмытып қалдым, немесе мына ақшаны санай алмаймын, бірдеңені санай алмаймын деп айтуға ұялатынмын, шын айтсам. Енді күледі ғой біреу, оны айтсаң, санай алмай тұрмын десем, жындысың ба дегендей. Сондай біраз жағдайлар болды. Бастан біраз неше түрлі қиындықтар өтті, көп заттарды ұмытып қалып, кейін есіме түсіп, сондай бір нелер болды енді. Өзгерістер. Сосын адамдарды сөздерін көтере алмайтынбыз. Біреу бірдеңе әңгіме айтып отырса, мүлдем түсінбейтінбіз, не айтып отқанын. Не айтып отыр мыналар деп. Олар кәдімгі жай қарапайым әңгіме айтып отырса, біз оны қабылдай алмайтынбыз. Біздің ми қабылдамайды оны. Біздің миымыз ана жақта жүр әлі, соғыста жүр. Сондай болатын. Менің бір түсінгенім, Құдай тағала соғыстан сақтасын бізді. Соғыстың бір жаңағы бір жерде соғыс болып осындай бір кішкене ғана оттың шеті көрініп, сондай бірдеңе болатын болса, соны пайдаланып экстремистер, жаулар кіріп, соны ұлғайтып жібереді екен. Әлемде өте көп қарулар жатыр, шығарып қойған, олар ескірген. Оны не істейді? Оны сату керек, құрту керек. Кім алады оны? Ондайда бизнес бар екенін мен түсіндім. Қару сатудың бір бизнесі бар екенін. Егер соғыс болмаса, оны қайда сатады? Сондықтан басқа да жаңағы саяси жағдайлармен, егер бір жерден бір от шығып, жаңағындай болып кетсе, оны әрі қарай жаңағындай бір көтеріп әкететін топтар болады екен. Ұшықтырып соны. Олар біреулерге жаңағы тиімді болуы мүмкін. Сондықтан өте сақ болу керек екен. Саяси жағына халық сондайларға провокация дейді, әртүрлі заттарға бермеу керек екен. Ауғанстанда сондай болды. Бір соғыс басталды, бітті, тоқтамайды. Адам сосын соғысқа үйреніп алады екен. Қан үйреніп кетеді, адамның өмірі шыбынмен бірдей болып кетеді екен. Біздің өзімізде Ауғанстаннан келгеннен кейін қолыңа бірдеңе жетіспейді бір күні. Не жетіспейді деп ойлаймын, сөйтсем автомат жетіспейді екен. Автомат ұстай бергің келеді, сондай жаңағы бір соғыстың кейінгі бір наркотик сияқты бір ауру болады екен. Сондықтан өте сақ болу керек. Бір шеті ұршығып кетсе, жаңағындай жаулар әрі қарай ұшықтыруы жер мүмкін. Еліміз тыныш болсын, еліміз аман болсын, соғыстан Құдай сақтасын. Елге қайтарда Ауғанстан президенті баршамызды от благодарного афганского народа деген медальмен марапаттады.